Ана бақыты. Екінші бөлім. Беті қолымды шайып келіп, ас үйдегі орындыққа отырдым. Енем түркиялық бір жеке фирмада бас есепші болып жұмыс істейтін. Мен кешегі жағдайдан кейін кешкі ас ішпей жатып қалған болатынмын. Сол кезде енем жан-жақтан қарап, әріптес құрбыларынан жақсы дәрігер сұрастырып істепті. Содан бір құрбысы Түркиядан келесі аптада бір білікті дәрігер, акушер-гинеколог Алматыға семинарға келетінін айтыпты. Не де болса сол дәрігерге қаралып көріңіздер, деп ақыл айтыпты. Енем қалайда бір мүмкіндік тауып, сол дәрігерге қаратамын деді. Маған осы жайлы айтпақшы болыпты. Жүрегім орнына түсті. Бір үміт оты жалт ете қалғандай болды. Келесі аптада күткен дәрігеріміз Алматыға келіпті. Семинар өткізіп жатыр екен. Қабылдауында болғысы келетін әйелдер көп екен. Дәрігер бір аптаға ғана келіпті. Үлгерсен үлгердің, үлгермесен қалдың дегендей, әйтеуір күйеуім құзырлы органда жұмыс істегендіктен, соның арқасында қабылдауына жазылдым. Енеммен бірге әлгі дәрігерге бардық. Дәрігер орта жастағы ер кісі екен. Маған тек анализдер тапсыруға УЗИге жолдама берді. Барлығын тапсырып УЗИге түстім. Нәтижесіне ертең келіңіздер. Өзіңізді анализ нәтижелері шыққан соң қабылдаймын, деп қайтарып жіберді. Сол түнді кірпік қақпай өткіздім. Таң атпай, түн ұзарып кеткен сияқты көрінді. Сонымен бір кезде көзім ілініп кеткен екен. Жолдасым таң ата мені оятпай, жұмысқа кетіп қалыпты. Бір кезде есіктің сықырлағанынан селк етіп оянып кеттім. Сөйтсем енем екен. Қызым, тұра ғой, атан бізді күтіп отыр, емханаға кеттік, деген соң атып тұрып киіне бастадым. Шықсам, енем мені көлікте күтіп отыр екен. Содан атам бізді көлігімен емханаға зырылдатып алып барды. Дәрігер де келген екен. Енем екеуміз қабылдауына кірдік. Дәрігер мені қарады да, сосын медбике барлық анализдер нәтижесін әкеліп берді. Дәрігер қарап шықты да, тағы да сол бедеусің деген диагноз қойды. Тағы да бірдемелер айтып жатыр еді. Мен соңына дейін тыңдамай шығып кеттім. Жүрегім өрекпіп, өзегім өртеніп кетті. Ойым сан-саққа кетіп, осымен барлығы бітті дедім. Ана бола алмайтын болсам, өмір сүрудің еш маңызы жоқ еді. Ана болу бақыты маған бұйырмаған екен. Не деген сормандай едім. Бетімді басып жылаған күйі далаға бірақ шығыппын. Кенет, қызым қайда барасың? Деген атамның оқыс даусынан селк етіп тұрып қалдым. Атам шапшаң басып артымнан тез-тез келе жатыр екен. Мен үнсіз ғана тұрып қалдым. Сол кезде емханадан артымнан енем де шығып, асығып жанымызға келді. Сөйтті де атама, үйге кеттік, деді. Атам екеумізге бір қарады да, жүріңдер көлікке, деп үйге келдік. Мен үйге кірген соң, ата енем дүкенге барып келеміз деп қайта шығып кетті. Мен бөлмеме кіре салып айқайлап жыладым. Ішім алай-дүлей болды. Бар үмітім өшті. Енді не істеймін деген сан түрлі ойлар санамды жайлады. Өз-өзімді жек көріп кеттім. Сүйіп қосылған жолдасыма перзент сүйгізе алмасам, несіне оған жар боламын? Осылай қанша уақыт отырғанымды білмеймін. Бір кезде жантайып жатып едім, талықсып көзім ілініп кетіпті. Күбірлеген дауыстардан оянып кеттім. Түс ауып кетіпті. Жұмыстан күйеуім де келген екен. Ата енем үшеуі қонақ бөлмеде сөйлесіп отыр екен. Есікті ақырын ашып шыққалы жатыр едім. Енем, бала асырап алса қайтеді? Баланы бала шақырады. Қаншама бедеу деген әйелдер бала асырап алғаннан кейін Алланың құдіретімен көтеріп сәбилі болып жатыр ғой. Бір жетімді бауырымызға басар сауапты іс жасармыз, деп жатыр еді. Атам шорт кесті. Керегі жоқ, тексіз бала. Қасқырдың баласын қанша асырасаң да орманға қара болойды. Ертең қандай боларын кім білсін? Өз тұқымым, өз баламнан туған немере керек. Бала белде, қатын жолда. Болмаса баламның бағын байламасын, деді. Өз құлағыма өзім сене алмадым. Күйеуім, ажыраспаймын. Не де болса бірге көреміз. Мен оны жақсы көремін. Басқа әйел керегі жоқ маған, деп ашуланып жатыр. Енем болса, айғайламаңдар. Болды. Келін естіп қояды. Болды, қойындаршы.
деп жатыр. Мен есі ауысқан адам секілді бөлмеде ары-бері теңселіп, ерсілі-қарсылы жүре бердім. Сосын есікті сарт еткізіп ашып, түк естімегендей бөлмеден шықтым. Күйеуіме қарап, бүгін ерте келіпсің ғой? Мен кешкі ас жасайын, деп ас үйге қарай өтіп кеттім. Артымнан үшеуінің маған қарап қалғанын сезіп бара жатырмын. Ішім өртеніп жатса да, түк білдірмей кешкі ас дайындадым. Дастархан жасап, барлығын кешкі асқа шақырдым. Үнсіз ас іштік. Сосын бәрін жинап, ыдыстарды жуып бөлмеме кірдім. Күйеуімді қатты құшақтап алдым. Ол да мені құшақтап еркелетіп жатыр. Уайымдама, барлығы жақсы болады. Бір шешімін табармыз. Дәрігер біраз ем-дом жазып беріпті. Үміт үзбеңдер депті. Мүмкін болып қалар, деп мені жұбатуда. Мен осы сәтте ештеме ойлағым келмеді. Сүйген жарымның құшағында балдай еріп жатқандай едім. Осыға ешқандай шешім таба алмай, бала сүю деген бар үмітімді үзіп, тек күйеуімді қимай, ата-енеммен үнсіз күндер өтіп жатты. Сөйтіп жүргенде жазғы демалысын алып, қыздарымен қайнағам мен абысыным келді. Барлығымыз оларды қуана қарсы алдық. Қыздары тәй-тәй басып жүріп қалыпты. Сондай сүйкім деді. Абысыным іші томпиып шығып, екіншісіне аяғы ауырлап қалыпты. Мұнысын менен басқанын барлығы біледі екен. Тек менің көңілім түспесін деп айтпаған екен. Атам қой сойып, туған туысты шақырып, ырымын жасап, немере қызының тұсауын кесті. Мен оларға қызыға да қызғана қарадым. Келген жұрт ішіп-жеп батасын беріп тарқасты. Сол түні дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Қайнағам отбасымен бір айдай болды. Ата-енем немерелерін қолдарынан тастамайды. Күйеуім де жұмыстан келе сала кішкентай қызды іздейді. Күнде тәтті-пәттілерін алып келеді. Үйімізде бала дауысы былдырлап, барлығының көңілдері көтеріңкеді. Мен ғана ішімнен тынып жүре бердім. Ешкімге іштен мұңайып жүргенімді, ештемемді білдірмедім. Бір күні енем, бір жақсы көріп кел, молда кісіге барамыз, деп мені ертіп апарып, 3 күн оқытты. Мүмкін қазақи ем-дом әсер етеді ме, деп ойлаған шығар. Мен селсоқ күйде жүре бердім. Іштей бар үмітім өшкен болатын. Мені ұстап тұрған тек күйеуіме деген махаббат, қимастық сезім еді. Қайнағам демалысы бітіп, отбасын алып Шымкентке қайтып кетті. Үйде қайтадан өлі тыныштық орнады. Еш қайсымыздың көңіл күйіміз жоқ еді. Жұмыс үй сонымен уақыт өтіп жатты. Бір күні абысыным босанды деген қуанышты хабар келді. Ол босаныпты. Ата-енем дереу жиналып, күйеуіммен бірге машинамен Шымкентке кетіп қалды. Мен үйге қарап жалғыз қалдым. Сол 3 күнде әбден ойланып, барлығын саралап, анама тез келіңіз деп қоңырау шалдым. Мен күйеуімнің бақыты үшін шешім қабылдадым. Келін болып түскеніме 8-ші жылға кетіп барады. Әлі де құрсақ көтермедім. Күйеуімді қанша сүйем десем де, оны әке болу бақыттан айыруға ешқандай құқым жоқ еді. Содан мен ажырасуға бел будым. Ата-анаммен хабарласып тұратынмын. Анам менің жағдайымнан хабардар болатын. Бар мұнымды анама шағып жылап алатынмын. Анашым осы уақытқа дейін мені жұбатып, қолдау көрсетіп келеді. Енемдер келерден бір күн бұрын анам мен інім келді. Әкем екеуі мені қайтамын десе жиып теріп қызымды алып келіңдер. Тағдыры солай болса қайтеміз енді. Ішіне сыйған балан сыртына да сыяды, депті. Бір түнде анаммен бірге бар жасауымды жиып қойдық. Таң ата ата-енем күйеуім келді. Жиналып тұрған жүгімді көріп антан болып қалды. Анам амандасып болған соң мән жайды түсіндірді. Күйеуімнің көздері ашу-ызаға толып маған қарады. Ата-енем болса анамды үнсіз ғана тыңдады. Мен олардан кешірім сұрадым. Мені қыздарыңыздай көрдіңіздер. Бір қабақ жұтып маған сөйлеп ұрысқан емессіздер. Бар жерге қараттыңыздар. Амал қанша. Қолдарыңыздан келгенді жасадыңыздар. Сіздерге ешқандай ренішім жоқ. Маған баталарыңызды беріңіздер. Ұлдарыңызды әке болу бақытынан айыруға құқым жоқ. Оған шын жүрегіммен бақыт тілеймін, дедім. Осы 2-3 ауыз сөзді жүрегім ауырып, жаным қиналып әрең айттым. Сол кезде күйеуім ұшып тұрды да, ас ішетін столды үстелдегі асымен бірге төңкеріп жіберді. Мен сені жібермеймін.
бала асырап аламыз. Кетпейсін. Неге менімен ақылдаспай мұндай шешім шығарасың? Деп қалш-құлш етіп айқайлап кетті. Одан мұндайды күтпеген біз шошып кеттік. Атам оғлына: «Отыр, ашуынды бас, айқайлама!» деп жатса да күйеуім тоқтар емес. Қабырғаны жалан жұдырығымен соққылап, үйдегінің барлығын қиратып бара жатыр. Енем көзі мөлтілдеп жылап қалды. Оған қарап анам да: «Айналайын құдалар, әкесі алып қайт деді. Осы жерден шу шығармай, осы сыйластығымызбен қызымызды алып кетейін», деді. Осы кезде күйеуімнің бірге жұмыс істейтін жолдастары келіп қалды. Олар да не болғанын түсінбей тұр. Атам оларға: «Баламды алып кетіңдерші», деді. Ашу-ызаға булыққан күйеуімді жолдастары үшеуі үш жақтан ұстап, әзер дегенде машинаға отырғызып алып кетті. Олар кеткен соң жүк көлігі де келді. Көрші балаларды шақырып, бар жасауымды ініммен барлығы көлікке тиеді. Анам қайтарға пойызға билет алып қойған екен. Ата-енем батасын берді. Сонымен енеммен жылап қоштасып кете бардым. Жалғасы бар.